Бүгінгі сабағымда сіздермен тырнақ құрағын құрауды үйренетін боламыз. Яғни құрағымыздың ішіне басқа түстен сәндік ретінде тырнақ тәріздес матадан жасалған түс енгізу. Яғни ол құрақты бастамас бұрын бізге осы астарына құрағымыздың қандай хабы материал керек. Негізі арнайы қыз жасау жасайтын болсаңыздар, онда кәдімгі арнайы бөз маталар сатылады құрақтың астарына. Одан кейін ені 2,5 сантиметрден тұратын екі түрлі мата алдым. Оның ортасына көзі дейміз, яғни ортасында тұратын матамыз қиып дайындалдым. Сол қажет, яғни бұның размері 4×4. Сосын кейін қайшы, ручка, линейка алдым. Сосын кейін мынадай жаңағы тырнақтың құрау үшін осындай мата керек, партерный атлас дейді. Мінекей осы мата жұп-жұқа, бес паткалада, яғни енді осыған флизелин керек. Флизелинді өтектің көмегімен клеить етіп аламыз. Сол клеить ету үшін бізге голограмма дейді. Мынандай қағаз, яғни бұл самоклейка обойларда болады. Сол самоклейка обойлардан алынған голограмма керек. Енді бірінші жұмысымызды мына матамызға флизелинді клеить етіп алудан бастаймыз. Енді мына матамызды теріс қаратып қоямыз. Оның үстіне мына флизелинді анықтап қарасаңыздар, бір жағы жылтыр, бір жағы жылтыр емес. Жылтыр емес жағын қаратып бір-біріне беттестіреміз. Сосын кейін оның үстіне мынау голограммамызды қоямыз. Яғни голограммамыздың жылтыр жағын флизелиннің үстіне қоямыз. Менде голограммам кішкентай болып қалды. Негізі үлкені болса дұрысырақ. Енді өтектеп бастаймыз. Өтектеп бастамас бұрын өтегіміздің пар шықпайтын жеріне қойып аламыз. Яғни пар бізге қажет емес. Енді шетінен жайлап өтектеп бастаймыз. Бірінші жай бір жүргізіп аламыз. Сосын кейін әрі қарай басып, ұзақ ұстап өтектейміз. Сүруге болады. Артық жерін алып тастап, осылай сызып аламыз. Енді құрағымызды бастамас бұрын матамызды ұшына дейін, екінші ұшынан жақ ұшына дейін естіп сызып алдық. Бұл не үшін дейсіздер ғой? Бұл біздің құрағымыздың түзу шығуына көмегін тигізеді. Енді ортасына матаны тура ұштарын осы сызылып өткен бойға қоямыз. Бұрышы 4 жаққа қарай түйіп тұрайық. Енді құрап бастаймыз. Ең бірінші матамыздың, ортадағы матаның өзін жүріп аламыз. Ешқайда қозғалып кетпес үшін. Енді бастаймыз. Матамызды қойған кезде түгін ескереміз. Түгі төмен қарап тұру керек.
матамыз құрағымыз қисық шықпас үшін. Папканың бойымен жүре отыра. Кесіп аламыз. Келесін матамызды түгін төмен қарап сипай отырып енді келесі арт үсті аламыз. Bir жақ жанынан екі түсті, екі жанынан екінші түсті қоя отырып тігіп шықтық. Енді жаңағы келесі түсті қойып тігеміз. Әрі қарай осылай қойдық. Енді мынаны жаңағы матамызды мына бұрышқа қоямыз. Мына бұрышқа қойып, осының мына шетінен бір жүріп, мына шетінен бір жүріп аламын. Яғни екі түстің біріккен жерінен аламыз. Бірінші осы жерді жүріп аламын. Сосын кейін қарама-қарсы екінші тағы екі түстің біріккен жерінен жүріп аламыз. Екі бұрышын ғана жүреміз. Сосын қазір әрі қарай түсіндірейін. Осылай ұшынан ғана жүріп өтеміз. Бұл осы құрақтың оңай тігудің әдісі. Келесі енді артық жіптерді қиып отырамыз. Келесі тағы осындай біреуін аламыз да, қарама-қарсыға қоямыз да, оның да қарама-қарсыға қойып, ұшына жеткіземіз, мына екі ұшын. Сосын кейін осы екі ұшын тігіп өтеміз. Екі ұшын тігіп алдық. Енді келесі мынау көк қой мен тігетінім, мына жердегі мына көк. Енді осының үстінен апарып, мынаны былай бетіліп тұрған матамызды, яғни осылай қоямыз да, осылай қойып, үстінен жаңағы көк түс қой бізге тігетініміз. Көк түсті бетіп тігіп шығамыз. Енді келесі мына жағына көк, тағы да бұны да дәл солай мына жағына қарай қайырып жібереміз де, үстінен баса отырып, матаның түгін ескере отырып, екінші көкті
тігіп өтеміз. Бір бастап түсініп алсаңыздар, ары қарай жай-жайдан өзі шыға береді. Енді бұндайдың тек қана сары түсі болмайды, бұның неше түрлі түстері болады. Өз қалауларыңызға қарай түсін таңдап ала бересіздер. Мінекей, екі шетіне тұрды. Енді әрі қарай келесі шетін басқа түсіне басамыз. Лапканың бойымен келесі екінші. Мінекей. Екі шетінен тырнақ. Енді дәл солай тағы қарай қайталамыз. Осы ұшқа екі ұшына әкеле отырып, жаңағы екеуін тағы да тура солай қайталап тігеміз. Мінекей тіккенде ұшына да қарап қойып отырыңыздар. Мінекей сіздердің бағанағы сызып алған сызық бойына әр ұшы дәл келіп отыру керек. Тура солай мына жерге қоямыз, тағы да түсіндіріп кетейін. Ал ұшын жүріп өтеміз. Бұл бірінші түсінікті болып алу үшін кейіннен бір жола бүктей отырып тігіп кете бересіздер. Бұл әзірге үйреніп алғанша. Мына осылай енді көкті қойып өтемін. Әбден құрақтарыңызды құрап біткеннен кейін артық жіптерді қиып тазалап тастайсыздар. Құрақтарын түзу шығу үшін тіккен кезде лапка бойымен жүріп отырсаңыздар, құрақтарыңыз түзу әдемі шығады. Енді құрақтарыңыздың түзу әдемі шығуда ол бәрін көрпеге әкеліп бірнешеуін біріктіріп тіккен кезде ол қиындық тудырмайды, бәрінің размері бірдей болып шығады. Ал енді лапка бойымен бірде ішке бірде сыртқа кіріп тіге бергеннен бойымен жүрмейді. Лапканы бойымен жүрмей тіге берсеңіздер, ол сосын кейін артында көрпенің бәрін құрақтардың басын біріктіріп көрпеге салу барысында өте көп кедергі келтіреді. Одан құрақтарыңыз қисайып та кетеді.
біз жаңағы сары матамыздан 4-еуін қолдандық. Енді 2-еуін қолданамыз. Ол міндетті солай 2 деген 6 не ғана сары матадан 6 ғана болады деген емес. Әркімнің өз қалауы, өз фантазиясы бойынша одан да үлкен қылып тігуге болады. Енді таза осыдан кейін соңғы қатар мен сізге жай көрсетіп отырмын. Матаны бүйтіп өлшеп отырып, тігінен кесеміз. Енді осыдан ашамыз. Мінекей екеуі шықты, мына жақтан екен, мына жақтан. Енді қайттан дәл солай қайталаймыз. Шыны алып келеміз, қоямыз да 2 шетін ғана тіге аламыз. 4 шетін емес, 2 бұрыштағы шетін тура солай қарама қарсы мына жақты да тігіп аламыз. Әр қарай қайырып жібереміз. Енді соңғы 4-ші қатарымызды жүріп өтеміз. Қиған кезде матаны артығырақ қисаңыздар да болады, ол ештеңе етпейді. Енді соңғы осы түске тоқталамыз. Осы құрақтан қалдық мата қала қоймайды, бәрін есептеп біріне бірін үйлестіріп кетуге болады. Міне, енді осымен біздің құрағымыз бітті. Енді шет-шетін айналып өтеміз. Енді жан-жағындағы артық матаны қиып өтетін боламыз. Міне, бүгінгі сабағымызда тырнақ құрағын құрап үйрендік. Енді келесі сабағымда қарқыра
құра үйренетін болыңыз. Ол үшін маған лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басып кетіңіздер.